Хумаза сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Әрбір ел жұртты менсінбей сынап мінеуші, ишарамен ымдап келемеждеп, кемсітушінің жағдайы қандай өкінішті. Олар мал дүние жиып, оны ешкімге бермей ашкөздікпен қайта-қайта санай береді, әрі байлығымен масаттанып, өзгелерді өзінен төмен санап қор көреді. Ол мал дүниесінің арқасында мәңгілікке қол жеткізем деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Ол міндетті түрде хутамаға, жаһаннам отына тасталады. Хутаманың не екенін білесің бе? Ол Алланың тұтанған өшпейтін оты. Ол адамның тәнімен қоса, ішіне дейін еніп жүрекке дейін өтетін от. Ол ішіне тасталғандарды жан-жағынан құрсаулап, жауып алады. Оған тасталғандар ұзын-ұзын от жалынды бағаналарға байлаулы күйде қалады.